демек. Оның музыкасы әлде талай өнерлі ұрпақты тәрбиелейтіні сөзсіз. Ендеше қазақтың ұлы мұрасын дәріптеуге бағытталған ерекше кештен сізде құр қалмаңыз. Студиямызға Нұрғиса Тілендиевтің ізбасарлары, Қаныш Сәтбаев атындағы 61-ші мектептің оқушылары, халықаралық өнер фестивальдерінің жеңімпаздары шабыт тобы келіп отыр. Ал қымбатты көрермен, дәл қазір Нұрғиса Тілендиевтің күйлерінен попурриді қабыл алыңыздар.
шабыт сыйлаған шабыт тобына рахмет. Қыздар, жігіттер, өркендерің өссін. Біздің осы ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп жүргендеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Сонымен біз тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Елімізде кредиттік рейтинг агенттігі құрылады. Бұрын отандық компаниялар қаржы ұйымдарынан ірі көлемде несие алу үшін халықаралық агенттіктердің бағасын алу тиіс еді. Енді сыртқа шықпай-ақ өзіміздегі жаңа ұйымда келісімге отыра алады. Бұл бизнесті дамытып, инвесторлар тарту үшін жасалуда. Ал Таиландта қазақстандық туристер отырған қайық жарылып өртеніп кетті. Бұл туралы сол елдің туристік полициясы хабарлаған. Оқиға Таиландтың оңтүстігінде Пхукет провинциясындағы Майтон аралы маңында болды. Жергілікті баспасөз құралдары катерде Қазақстан мен Ресейден келген 31 турист болған жазып жатыр. Оның біреуі күйік алып ауруханаға жеткізілді, қалғаны суға секіріп кеткен. Аман есен, бірақ бұл туралы еліміздің сыртқы істер министрлігі әлі мәлімдеме жасамады. Жібек жолы туристік пойызы тағы да жолға шықты. Ол Қазақстан мен Өзбекстанның 5 қаласына барады. Алматыдан шығатын пойыз Түркістан, Бұхара, Самарқан, Ташкент шаһарларына аялдайды. Сапар 8 күнге созылады. Туристер Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін, отырар қалашығын, Бұхарадағы Арк бекінісі мен Ләби Хауыз алаңын